Тыныш. Келесі сұрағыңыз. Пышақ туралы сізге кім айтты? Келесі Тергеуші сұрағыңыз. сұрақ қойды ма ондай пышақ Кто бол? вам сказал про Тыныш, ножа? тыныш. Следователь До задавал этого, вопрос? да, были Жоқ, вопросы нақты осы насчет жерде ножа. сол кезде сұрақ қойды ма сізге пышақ туралы? Мына. Нет, в тот момент вам Сіз задавал. неге пышақ туралы жалпы айтыңыз сол кезде? Почему вы там сказали? Ну, я же не видела, из-за этого я и говорила, потому что до этого у нас, когда показания Нет, вам брали, вопрос. В ходе этого следственного действия задавал вопрос вам следователь насчет ножа? Нұрбекова, сіз дұрыс түсініңіз. до Сіздің этого, қазіргі да, беріп он, отырған он до этого говорил, Нурбекова. был ли у кого-либо ножик, либо кто-то там, как, что действие, чтобы я эти все действия ему показала и рассказала, правильно? Оған дейін айтқан қойған сондай сұрақ. Нұрбекова, сіз қазір дұрыс түсініңіз. Сіз қазір беріп отырған жауаптарыңыз мына видеода теру кезінде берген жауаптарына сәйкес келмейді. Мына пышақ жөнінде нақты айтқанда. Дұрыс қой? Ну, я же говорю, я Сіз точно... сотпен Ну, если онда я не айтыңызшы, видела, сіз честно, мына я не жауаптарыңыз неге видела. әртүрлі? Если я не видела, был ли у него в руках ножик, либо нет. Келесі сұрағыңыз, мемлекеттік айыптаушы. Болды. Бар ма сұрағыңыз? Яғни нақты сіз пышақты көрмедім деп айттыңыз, дұрыс қой? Көрмедім деп айтты, иә. Енді мен Келесі сұрақ. құрметті сот, біз қанағат болған жоқпыз бұл жауапқа. Сіз нақты көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Видели или нет нож? Я же Тұра сказала, тұрыңыз. Осы сұраққа жақсы нақты жауап беріңіз. Көрдіңіз ба, көрмедіңіз я ба? же говорила это. Я не видела ножик, не видела. Келесі сұрақ. Көрген жоқ қой. Құрметті сот, Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Куә Нұрбекова, Қол- сіз Мемлекеттік айып бар ма сұрағыңыз? соңғы сұрақ. Сіз дұрыс түсініңіз, мына куәлардың арасында, Нұрбекова, қақ төбелес болып жатқан жерде тек сіз ғана болдыңыз куәлардың арасында. Түсінесіз бе оны? Происшествие. Онда мына жәбірленуші өткенде Нұрымов, Бишимбиеваның жауаптары білесіз ғой? Естідіңіз ғой? Олар неге онда бізге нақты айтып берді? Кімде пышақ болғанын, кім қалай ұрғанын? Тек қана сізде ғана шок күйде болдыңыз деп. Неге жауап бересіз бізге? Жауап бере аласыз ба? Осы сұраққа. Жақсы, басқа сұрақ бар ма? құрметті сот, Қорғау тарабы, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. құрметті сот, бұл Айыптау тарабы жерде болды, отыра беріңіздер. Бізде сұрақ бар ма? айыптаушы тарапының іс әрекеттері куәға дұрыс емес деп есептейміз. Жақсы. Себебі жалған жауап беріп, қарама-қайшылықты прокурор органы тергеп тексеріп аяқталғаннан кейін қылмыстық істі тексерді, оқыды. Сол кезде неге баға бермеді қазір сот отырысында сон? Жауаптары қылмыстық істе бар барлығы. Жалған қарама-қайшылық деп айтып отыр. Қарама-қайшылықты Сіздің оқу ескертуіңіз сотпен қабылданды. Дұрыс айтасыз. Мемлекеттік айыптаушылар сотқа Сұрақ дейін жоқ. тергеп тексеру барысында бұл баға қарама-қайшылықтардың беру бәрін- керек еді. Тыныш. Қарама-қайшылықтардың бәрін жою керек еді тергеп тексеру барысында. Құрметті сот, кешірерсіз, бірақ қарама-қайшылық Тұрыңыз. қазіргі таңда алынып тұр қарама-қайшылық. Алынып тұрған жоқ, сол кезде Сот отырысына мемлекеттік келіп, айыптаушы, мен куә сізге жалған ескерту жауап жасаймын. Сол кезде бейне жазбаға да жауап алған кезде неліктен сіз алдындағы жауаптарыңызда осындай пышақты көрдім деп айтқансыз деп сұрақ қою керек еді. Қосымша жауап алу керек еді, құрметті сот. Сонымен қатар, егер Рахмет, отыра беріңіз. бұндай күмән болатын болса, Рахмет, жауап отыра алған беріңіз. куәлерге де осындай сұрақтарды қою тиіс. Отыра беріңіз, болды. Сұрағыңыз бар ма? Рұқсат па? Иә, бар, құрмет. Біздің бағанағы дау болып жатқан 5 қазанға оралайыншы. Сіз түгел бастынан аяғына дейін жауаптан бас тартасыз ба? Әлде мына сұрақты қойыңызшы, сізге сұрақ қойылған. Айтыңызшы, эйфориядан сағат неше шамасында шықтыңыз және кіммен бірге? Дегенге 10-шы том. Примерно во сколько вы вышли из какой эйфории? С кем? Кешіріңіз. 6-шы том. 6-шы бума. 5-ші қазандағы. 160. Жоқ, 160. Сұрақ түсінікті ме сізге? Иә. Соған былай жауап бергенсіз. 04-10-2024 жылғы түнгі сағат 00 шамасында шықтық және ол кезде жанында Дана, Равиль, Нұрқияс, Абзал, Азамат және Шыңғыз болды. Содан ары қарай Қамажай деген дүкенге бардық дейсіз де және қол қойсыз. Сол жауабыңыз қуаттайсыз ба? Поддерживайте свои эти показания. 160 дедім. Тұра тұрыңыз. Іс парағын айтыңызшы. Задан вопрос. 160. 66-шы бума.
160 Иә. 160 іс парағы 160. 6-шы бұл ма? 6-шы том. 160. 106-шы бет деймін, әріптес. Бетін айтып тұрмын ғой. Жақсы. Оқып шығыңызшы сол. Екінші сұрақ. Осы жауабыңызды қуаттайсыз ба? Мен оқып шықтым ғой қазір. 04-10-2024 жылғы түнгі сағат 00 шамасында шықтық. Және ол кезде жанымда Дана, Равиль, Нұрқияс, Абзал, Азамат және Шыңғыз болды. Содан ары қарай Қамажай деген дүкенге бардық дейсіз. Қасына қол қоясыз. Я на тот момент не знала, в какой именно мы магазин едем. Жоқ, мен сіздің жауабыңызға қана қатысты айтып отырмын. Қол қуаттайсыз ба? Енді сұрақ, келесі сұрақ. Қуаттайсыз, иә? Сонда сіз қазір таңда жауабыңызды бөліп қуаттамайсыз ба? Мына абзаста сіз қуаттайсыз, шок болған жоқсыз. Келесі абзаста сіз шок болып қалдыңыз ба? Сұрағым сондай. Жоқ, тұра тұрыңыздар. Тәртіп сақтаңыздар. Жауап бере аласыз бұл сұраққа. Неліктен мына хаттамада сағат 00 шамасында шықтық және сол кезде жанымда Дана, Равиль, Нұрқияс